енемізбен арамызда түсініспеушіліктер болатын. Арсен 2 ұл, соның ішіндегі ең любимчігі осы Арсен. Еркелейді екеуі бір-біріне, анасын еркелетеді дейтін сияқты. Енді мен білмеймін, басыма түскен жоқ қой, бірақ ертең менің де сол балаларым үйленіп жатса менде де қызғаныш дейтін сезім болатын шығар бәлкім. Сол басында енем сәл деп қалып жүрдік екеуміз бір-бірімізге. Ашыла алмай жүрдім. Оның үстіне Арсен енді менен 6 жас кішкентай, қайнағам 5 жас кішкентай, енем менен 10 жас үлкен деген сияқты ғой, бір 13 жас үлкен. Сонда дейтін, даже мама дей алмаймын ше, андай бір мама десем как будто бір прикол сияқты. Одан енем қайнағамды аға де, сіз де, сәлем сал деді. Оны да қырылып жойылып жүріп, сол кезінде де білмеймін, біраз жас қосылған шығармын, сөйтіп жүріп, бірақ сол кезінде мен мамама звондаған кезімде, мама өз таңдауың деген. Сен соны таңдадың, білдің, осындай нәрселердің бәрін болатын. Болды, енді ары қарай өзің неғыл, маған вообще звондап мазығым тоңғайтпа деді ол, былайша айтқанда. Просто андай өзің би, өзің қожа болып үйреніп қалған адам біреудің үйіне барып, жат жерге барып, солардың правиласына көніп, солардың несімен жүру маған өте ауыр тиді. Бір жақсы жері отырып қалып тигеннің. Көп нәрсені уже осознанно білесің, бір жаман жері жаңағыдай мойнысын алмай жүресің ғой.